кедей ауылдың бірінде ұл бала дүниеге келеді. Ол өз күндерін бос, өзгеріссіз бір сарынды өткізеді. Сөнгелі тұрған ауыл адамдарының да өмірі дәл солай өтуде. Өз өмірлері үшін не істеу керек екені туралы түсініктері жоқ. Бір күні бала түсінде теңізді көреді. Ауыл тұрғындары теңіздің не екенін білмегендіктен, әлемнің басқа бөлігінде шегі жоқ теңіздің бар екенін растамайды. Бала түсіндегі теңізді іздейтінін айтқанда, барлығы қол бұлғап, иесінен алжасқан деп ойлайды. Бірақ оған қарамастан бала жолға шығады. Ұзақ жол жүріп, алдына жолдардың тоғысқан жеріне келгенде тоқтап, тіке жүретін жолды таңдап ары қарай жүре бастайды. Бірнеше күннен соң, тыныш, жайлы өмір сүріп жатқан ауылға келіп тоқтайды да, өзінің шегі жоқ шексіз теңізді табуды армандайтынын айтады. Бірақ ауыл тұрғындары оны іздеп уақытты босқа жоғалтатынын және осы жерде өздері секілді бақытты өмір сүру үшін қалуын өзіне жақсы екенін айтады. Жас жігіт бірнеше жыл сол ауылда тұрады. Бірақ бір күні түнде тағы да түсінде теңізді көріп, арманының орындалмағаны есіне түсіп, бірден ауылда бәрімен қоштасып, жолға шығып кетеді де, жолдардың тоғысқан жеріне келіп, екінші жолды таңдап, жолын жалғастырады. Екінші жол үлкен қалаға алып келді. Ол қаланың алуан түрлілігі мен гүрілдеген дауыстары қатты ұнағаны сонша, сол жерде қалуды шешеді. Ол жерде білім алып, жұмыс істеп, көңіл көтерумен болды. Уақыт өте өзінің арманын ұмыта бастады. Бірақ бірнеше жылдан соң, тағы да теңізді түсінде көреді де, бала арманын орындалмайтын болса, бүкіл өмірі текке кететінін ойлай бастайды. Сол үшін ол жолдың тоғысқан жеріне тағы барып, үшінші жолды таңдайды. Ол жол орманға алып келеді. Кішкентай ғана алдында үйшікті көреді. Оның жанында жуылған киімдерін жайып тұрған орта жастағы, бірақ өте әдемі әйелді көреді. Ол күйеуінің соғысқа кетіп қайтып оралмаған және жанында қалуын сұрайды. Жігіт келіседі. Біраз жылдар бойы бақытты өмір сүреді. Балаларын өсіреді. Бірақ бір күні қартайған қарияға түсіне тағы да теңіз кіреді. Бәрін тастап жолдар тоғысқан жерге келіп, соңғы жолды таңдайды. Ол жол өзіне белгісіз мықты тастармен төселген еді. Шамасы келгенше жүріп, күш қуатының таусылып қалатынына қатты қорқады. Үлкен таудың етегіне жеткенде, қария жоғарыға шықса, алыстан болса да, түсіндегі теңізді көретініне үміттенді. Бірнеше сағаттан соң, күш қуаты таусылып таудың шыңына шығады. Алдына ұшы қиыры жоқ, жазық дала көрінеді. Ол жерден жолдар тоғысқан жерді, бақытты өмір сүріп жүрген ауылды, үлкен қаланы, бірнеше жыл бақытты өмір сүрген үйшіктегі әйелді көрді. Ал оның арғы жағында шексіз теңізді көріп, қария қанжылаған жүрегі тоқтамас бұрын, көзі жасқа толып, барлық жүріп өткен жолдың теңізге апаратынын, бірақ біреуінің соңына дейін жүрмегенін ойлап қатты өкінді.